Сәлем достар, бүгін мен сіздерге керемет тамақтың бірі нан салманың рецептімен бөліскім келіп тұр. Біздің үйде, біздің отбасыда оны нан салма деп атайды. Кейбір жерлерде оны аймаш, су жұқпа деп те атай береді екен. Әртүрлі атауы бар, бірақ жалпы атауы әртүрлі болғанмен заты бір. Ең әуелі тамақты қамырдан бастаймыз, қамырды илеуден. Яғни өзіңізге керекті зуала көп болса, көп мөлшерде жасайсыздар. Мен бұл жерде үлкенде бір зуала жасадым. 200 грамм су, бір жұмыртқа және тұзын басымдау қылып салып, қамырды жақсылап, қатқыл қылып илегендеріңіз дұрыс. Қатты болып иленген қамыр суға түскенде босап, былжырап кетпейді. Мінекей қамырды жақсылап қатты қылып илеп, демалдырып қойып қоямыз. Демалған қамыр өте әдемі жайылады. Келесі кезекте бізде оның салмасы. Қызып тұрған майға үстіне құйрық май салып, аздап қуырып аламыз. 1-2 айналдырып, құйрық май қосылған тамақ өте дәмді болады. Мінекей еттерімізді де артынша тастап, жақсылап, қып-қызыл етіп, аунатып, қызып тұрған майда бетін жауып қуырамыз. Және де мен пиязды басқа да рецепттерді бөліскен кезде айтқанмын, 2 бөлікке бөліп қуырғанды ұнатамын. Және де көптеу қосамын, себебі пияз көп қосылған тамақ дәмді болады. 2-ге бөліп қуырсаңыздар, суы шығып кетпейді. Мінекей 1 бөлігі қып-қызыл болып қуырылғанда, 2-ші бөлігін саласыздар. Және де оның үйтіп жасаудың тағы бір себебі, етіңіз жұмсақ әдемі болып піседі. Егер тұздалған ет болатын болса, тұз салудың қажеті жоқ. Ал егерде балғын ет болатын болса, оның үстіне аздап тұз салып қуырған жақсы. Мінекей келесі кезегімен сәбіз салдық. Және картопты салар кезінде өз алдына мен тұздап алып салғанды жақсы көремін. Ешқандай разницасы жоқ. Төбесінен тастасаңыздар да болады. Картоптың өзін алдын ала тұздап алсаңыздар да болады. Әркім өзіне қалаған пішінде турайды ішіндегі көкөністерді. Мінекей мен әртүрлі турадым, және де қысқа деп сақтаған осылай аскөктерімді осылай әр тамақ жасағанда аздап бастап қосам. Мен бұл жерде қызыл болгарский, көк болгарский және де жанду, чеснок, кім не қалайды әртеңе қосуға болады. Мен бірақ кептірілген түрінде салуға болады, бірақ айтайын дегенім, өкіметтің приправасын көп қолдана бермеймін. Кей кездерде ғана болмаса, жай ғана ол жағынан тек қара бұрышты қолданамын. Және де мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, егер майлы тамақ жасап, ет асып, сорпа жасағанда, осылай майын алып қалатын әдетім бар. Тоңазытқышқа сақтап, осындай нан салма жасағанда үстіне бір түйірін салып жібересіздер. Май өте керемет болады. Ол қанша дегенмен ет, қазыға піскен май өте дәмді болады. Суын көп қоймаңыздар. Суы өте көп болып кетудің қажеті жоқ. Су татып кетеді, былайша айтқанда. Келесі кезек дайын болған қамырды арасында бір қайтарып алсаңыздар, тіптен керемет болады. Қамырды жайған кезінде нан салмада тура ет асқандай қылып, қамырдың қалыңдығы, диаметрі сондай 2 миллиметрдей болу керек. Өтте жұқа болып кететін болса, былжырап кетеді. Дегенмен қамырыңыз тұзы басымдау болған болса, жұмыртқасы болса ішінде, және де қамырыңыз бастысы қатты болып босап кетпей жақсы иленсе, ол деген сөз қамырыңыз езілмей әдемі болып, былайша айтқанда легеннің бетінде дана-дана болып көрініп тұрады. Және де подлифтің де өзінің рөлі бар салмасының. Ол майлы болған кезде қамырды майласаңыздар, сол маймен қамыр бір-біріне жабысып, тобарысып қалмай,
жеген кезінде де қасыққа ілінгенде бүтін болып алынып тұрады. Ол деген сөз сіздің тамағыңыз керемет болып, жеген адамға да іштей қандай керемет кесілген деген баға алып отырасыз. Мінекей қамырды бір 15 минут, 20 минут кептірген жақсы. Егер жақсы кепкен қамырда арасын ұн сеппей-ақ кесе берсеңіздер болады. Менікі жақсырақ кепті. Ал егер қамырыңыз ұзақ тұруға уақытыңызды аздау болатын болса, онда арасына ұн сеуіп барып кескен жақсы. Себебі бір-біріне жабысып қалмайды. Және де қамырды турағанда 1 сантиметр көлемінде тураған жақсы. Енін барлығын біркелкі турауға тырысыңыздар. Мінекей видеода көріп тұрғандай тураған қамырларды осылай бір-бірінен ажыратып, қолдың көмегімен ажыратып аласыздар. Егер де қамырдың арасына ұнын көп еліп жіберсеңіздер, қамырды салатын кезде оны елге салып, қайтадан бір елеп алған дұрыс қамырды. Сонда ұрпағынан ажыратылады. Ұрпағы аздау болып өзі кепкен қамыр жылтырап әдемі болып шығады. Егер де арасында ұрпағы көп болатын болса, қамырыңыз қайнап жатып ақ сорпасы бұламық қайнап қалуы мүмкін. Сол себепті қамырын абайлап жасаймыз. Міне 5 бармақтың қамыры сияқты пісіріп, легенімізге жайғастырамыз. Оны жақсылап майлайсыздар. Неге? Сорпасы өте көп болып кетсе де сорпа татып кетеді қамырыңыз. Барынша жақсы майланған әдемі. Мінекей достар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын. Және де достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.